Сәлеметсіңдер ме, екінші сынып оқушылары? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің демалыс күнім. Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – мой выходной день. Ең алдымен, балалар, жаңа сөздермен танысайық. Давайте познакомимся с новыми словами. Демалыс күні. Выходной день. Маймыл. Обезьяна. Бұғы. Лось. Қолтырауын. Крокодил. Керік. Жираф. Піл. Слон. Арыстан. Лев. Тағы бір қайталайық. Давайте повторим. Демалыс күні. Маймыл. Бұғы. Қолтырауын. Керік. Піл. Арыстан. Жарайсыңдар? Ал енді, балалар, мәтінді оқып аударайық. Давайте прочитаем и переведем текст. Ертең жексенбі. Завтра воскресенье. Мен отбасыммен аквапаркке барамын. Я с семьей иду в аквапарк. Суда сырғанақ тебемін, ойнаймын. Буду спускаться с горок в воду, играть. Саша досымен хайуанаттар бағына барады. Саша с другом идет в зоопарк. Хайуанаттар бағында маймыл, бұғы, қолтырауын, керік, піл, арыстан бар. В зоопарке есть обезьяна, лось, крокодил, жираф, слон и лев. Ал енді, балалар, Әлібек пен Әнелдің диалогын оқиық. Давайте прочитаем диалог Әлібек и Әнел. Сначала Әлібек задает вопрос. Әнел, хайуанаттар бағына барасың ба? Әнел, ты идешь в зоопарк? Әнел отвечает. Мен хайуанаттар бағына барамын. Да, я пойду в зоопарк. Теперь Әнел задает вопрос. Сен барасың ба? Ты идешь? Әлібек отвечает. Я барамын. Да, иду. Әнел задает вопрос Әлібеку. Әлібек, сен хайуанаттар бағына кіммен барасың? Әлібек, с кем ты пойдешь в зоопарк? Әлібек отвечает. Мен хайуанаттар бағына досыммен барамын. Я пойду в зоопарк с другом. Тағы бір қайталап оқиық. Давайте прочитаем еще раз. Әнел, хайуанаттар бағына барасың ба? Мен хайуанаттар бағына барамын. Сен барасың ба? Барамын. Әлібек, сен хайуанаттар бағына кіммен барасың? Мен хайуанаттар бағына досыммен барамын. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді суреттердің орнына қажетті сөздерді қойып жазайық. Давайте напишем, вставляя вместо картин слова. Первое предложение. На первом предложении у нас мама. Как мама на казахском? Правильно, она. Предложение будет мен, анаммен аквапаркке барамын. Я пойду в аквапарк с мамой. Следующее. Здесь у нас нарисован папа. Как папа на казахском? Правильно, әке. Мен әкеммен хайуанаттар бағына барамын. Я с папой
пойду в зоопарк. Третье предложение. Здесь у нас нарисована бабушка. Как бабушка на казахском, ребята? Правильно. Әже. Мен әжеммен аквапаркке барамын. Я пойду в аквапарк с бабушкой. И в последнем предложении у нас дедушка. Как дедушка на казахском? Правильно. Ата. Мен атаммен аквапаркке барамын. Я с дедушкой иду в аквапарк. Басынан бастап оқиық. Давайте прочитаем еще раз. Мен анаммен аквапаркке барамын. Мен әкеммен хайуанаттар бағына барамын. Мен әжеммен аквапаркке барамын. Мен атаммен аквапаркке барамын. Жарайсыңдар балалар, бұл сөйлемдерді жазып алыңдар. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. На этом наш урок окончен. Сау болыңдар. До свидания, ребята.